Қазақстандықтардың 80% кітап оқығанын ұнатады. Мұндай жақсы көрсеткішке классикалық кітаптардың әлде заманауи туындылардың көтеретін мәселелерінің әсері ме? Жалпы қазақстандықтар қандай кітаптарға құмар? Осы жайлы тілшіміз арнайы материал әзірлеген еді. Тамашалайық. Қоғамға үнсіздік әкелген пандемияның жалғыз игілігі бос уақыттың болуы. Ол кезде кітап құмар жандар мүмкіндікті пайдалана білген секілді. Айталық, Исландия елінде ғашықтық романдар, Бразилияда экономика, ал Ресейде фантастика, Сингапур мен Италияда балалар кітаптары сұранысқа ие болды. Қазақстанда да бос уақытын тиімді пайдаланып, кітап бетіне үңілген жандар саны артқаны байқалады. Негізі бірінші кітап оқуға келген адам жаңағы экранизациясы шыққан кітаптарды, мысалға Линкольн кітабы, оны оқисың, және экранизациясы шыққан. Соның барлығын оқып, немесе психологияны оқып, финансы оқып, әртүрлі кітаптарды оқығаннан кейін адамдар басқаша қандай не оқуға болады деп сұрай бастайды. Тағы да не қызықтырады деп. Сол кезде біз осындай жаңағы аты естілмей жатқан жазушыларды айтамыз, мына кітапты оқып көріңізші деп. Қазіргі кезде мына карантиннің уақытында да кітап оқитындар саны көбейді. Осы жаңағы балаларына кітапқа қызығушылық туғызып жатқан ата-аналар көбейді. Талғампаз оқырман үшін ең бастысы кітап дүкендеріндегі сан түрлі туындыларды таба алуы. Сонымен қатар, кей оқырман сөрелерде кездестірген кітап алуандығының арқасында жаңа жанрлармен танысып, өз сүйікті авторларымен және олардың еңбектерінің рейтингісін жүргізеді. Сондай жандардың бірі кітап сүйер бойжеткен Айжан Әбілғазина. Қазіргі таңда мен жыл сайын тематиканы өзгертіп отырамын. Меломанда бестселлер деп тұратын полкадағы кітаптар әрине бірінші мәрте қызықтырады. Неге олар бестселлер, неге сонша сатылым көп деп алып оқисыз. Менің ең сүйікті кітабым ол Шантарам. Содан кейін классика, жаңа айтып өткендей, портрет Дарианы Грея, яғни Оскар Уайлд, сосын Ремарктың кітаптары ұнайды. Қатты әсер берген кітап ол 12 лет рабства, яғни шын өмірде жазылған, яғни афроамерикалық адамдардың өмірі туралы, яғни экранизациясы да бар. Но мен кітаптың өзінде сонша әсер алдым, жыладым, сондай қорқынышты болды. Әлі жаңағы киносын көруге әлі күш жинай алмай, қарай алмай жүрмін. Кино индустрия мен компьютерлік ойындардың заманында кітап өзектілігін жоғалтқан емес. Керісінше түрлі жанрдағы қазақ және әлем жазушыларының туындылары көбейе түсті. Олардың ішінде жаныңызға жақынын таңдай білсеңіз болғаны. Бос уақытыңызды рухани азықпен сусындауға жұмсаудан аямаңыз.